Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Мен қатты қиналып кеттім. Жүрегім қан жылап отыр. Сіздерге сырымды ашып жеңілдесем деймін. Жасым небәрі 15-те. Анам қайтыс болды. Әкеммен және 19 жастағы ағаммен бірге тұрамын. Осыдан бір апта бұрын әкем ішіп келді. Шынымды айтсам, қатты шошып кеттім. Бұрын мүлдем ішпейтін. Ол мені үйден көрген бетте менің анамның атын атап, қайда жоғалып кеттің деп тиісе бастады. Маған елдің бәрі анаңнан аумайсың деп айтатын. Мен айғайлап қашып өз бөлмеме кірдім де таң атқанша көз ілмей отырдым. Ол жарты сағатта есікті қақты да тынышталып қалды. Жылаудан басқа амалым болмады. Таң атқанда шығып қарасам, ас бөлмеде тамақ жасап жүр екен. Мені тамақтандырып, кеше түнде түсіме анаң кірді деп жылады. Біраз әңгімелестік. Еш нәрсе есінде болмаған соң айтпадым кешегі болған жайды. Тек енді ішпеші деп жалындым. Ол жақсы деп уәде берді де, ары қарай тамақтана бердік. Бәрі орнына келе бастаған сияқты болатын. Бірақ кеше тағы да удай мас болып келді. Және тағы маған тиісе бастады. Мен жұлқынып қолымды оның қолынан босата алмай тұрғаным сол еді. Ағам жұмыстан ертерек келіп, осы тұрысымызды көріп қойды. Ол мені әкемнің қолынан босатты да, бөлмеңе бара ғой, онымен өзім сөйлесем. Жылама, бөлмеңді кілттеп ал деді. Одан кейінгі естігенім тек айғай-шу, заттардың сынғаны. Мен болсам отырдым, не істерімді білмей, бір нүктеге қадалып отыра беріппін. Одан кейін ағам есікті қақты. Қан болып, сау тамтығы қалмаған. Есікті іштен кілттеді де, мені құшақтап, оны әкелік құқығынан айырамын да, сені өз қолыма аламын. Сен келіссең болды, деді. Енді не істерімді білмей отырмын. Ағам жұмысынан уақытша демалыс алды. Адвокаттармен сөйлеспекші. Мені онымен қалдырмаймын деп отыр. Қалай ойлайсыздар, бұлай істегеніміз дұрыс па? Өмірім бұлай өзгеретіні үш ұйықтасам да түсіме кірмепті.